Al kettik. Atışılı Topkapı'na gidip barjatыбыз. İçinde Sultan Rahmet var. Еще Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи кіру құны 2400 лира. Только немен ғана қабылдайды, түрік лирасымен ғана. Наличка. Стамбулдағы Топкапы сарайы 400 жыл бойы Осман империя сұлтандарының басты резиденциясы болған. Және ол бір ғана сарай емес, ішінде мешіттер, ас үйлер, кітапханалар, қазына бөлмелері бар нағыз қала сияқты кешен. Бұл жерде әлемдегі ең құнды ислам жәдігерлері сақталған. Соның ішінде пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламге қатысты заттар, арнайы бөлмеде тәулік бойы Құран оқылып тұратын атмосферада сақталады. Сарайдағы гаремде бір уақытта жүздеген әйел тұрған, және оларды сұлтан емес, көбінесе анасы Валиде сұлтан басқарған. Бір қызығы, Мехмет II бұл сарайды Константинопольді алғаннан кейін салдырған, және оны әдейі қарапайым стильде ұстап, сыртқы сән салтанаттан гөрі ішкі қауіпсіздік пен басқаруға мән берген. Тағы бір факт, Топкапыда сақталған қылыштар мен қазыналардың көпшілігі жаулап алынған жерлерден әкелінген, және олар тек байлық емес, биліктің символы болған. Бұл жерде барлықша көрсетіп жатқан алтындар әр елден Иран, сондай елдердің берген сыйлықтары екен. Және де айтады, сұлтанға барлығы сыйлықпен келуі тиіс деген сияқты. Қағбаның кілттері. Құран мына жерде. Құран оқып отыр, және иісі ерекше иіс. Дәуіт алейхиссаламның қылышы. Муса алейхиссаламның аса таяғы. Құранның алғашқы көшірмесі қателеспесем. 19 ғасырда Қағбаның макеті осындай болған екен. But only Ramadan they open it. This is the Alam, when we go towards symbol of Islam in this part. Мына жерде Пайғамбарымыз саллаллаху сақалы или шашы. Мына лупамен бүйтіп жақындап қарауға болады. Мая да? Мына жерде Пайғамбарымыздың шашы. Пайғамбарымыздың сақал. Пайғамбарымыз саллаллаху аяқ киімі және қылыштар. Тісі ма? Түз. Тісі Пайғамбарымыз саллаллаху.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи аяқ киім. Халид ибн Валидтің қылышы. Халид ибн Валид. Қылышында жазуы бар арабша. Әбу Бәкір радиаллаху анхудың несі? Сақалы. Или шашы. Али радиаллаху анху және Умар радиаллаху анхудың қылыштары. Осман радиаллаху анху қылышы. Не деген дәу болған. Әбу Бәкір радиаллаху анхудың қылышы. Фатима анамыздың шапаны. Таспих. Он 19 ғасырдағы алғашқы. Пайғамбарымыз саллаллаху жаңағы сақалдарын салатын бокс. Таспих. 19 ғасыр. Құран кәрім 1135 жыл. Зәмзәм. Құран кәрім 1107 жыл. Қылыштар. Халид ибн Валидтің қылышы. Муаз ибн Жауал. Муаз ибн Жабал. Суат дейді. Құран оқып отыр. Или бірдеңе оқып отыр. Мазасын алмай қойық. Біраз болған сияқты болып оқып отыр. Pearl Race'тің әлем картасы. Қазақстан қайда? Топкапыдағы тағы бір павильон. Пісіру кезінде пайдаланған заттары, қазандықтар, перия кезіндегі ыдыстар. Қытайдан келген ыдыстар, суреттері қолмен салынған. Мына жерде сағаттарға бөлек музей арналған екен. Топкапының ішіндегі 1820 жылғы мысалға 19 ғасырдағы сағат. Барометр дейді, мәс сағат. Қысым өлшейді. Топкапы сарайында көпшілік біле бермейтін сағаттар музей ашылған болатын. Бұл жерде Осман дәуірінен қалған әрі Еуропадан келген 300-ден аса сирек сағат қойылған. Бұған дейін тек шамамен 100 сағат ғана көрсетілген болса, қазір коллекция кеңейтіліп, толық экспозиция жасалды. Музейде 16 ғасырдан бастап жасалған ең көне механикалық сағаттар да бар. Сондай-ақ Франция, Германия, Англия сияқты елдерден Осман сұлтандарына дипломатиялық сыйлық ретінде берілген өте қымбат әрі ерекше сағаттарда сақталған. Коллекцияда қалта сағаттары, қабырға сағаттары, үстел сағаттары және биіктігі 3,5 метрге дейін жететін long case сағаттары да кездеседі.
тоқта. Ая Ирине дейді. Ая Ирина Стамбулдағы ең көне христиан шіркеулерінің бірі. Оның алғашқы базиликасын 4-ші ғасырда император Константин I салдырған, яғни бұл қалада христиандықтың ресми күшеюінің символы болған ғимараттардың бірі. Аты Ая Ирине грек тілінде қасиетті тыныштық, бейбітшілік деген мағынаны білдіреді. Бұл рухани тұрақтылық идеясын көрсеткен болатын. Алғашында ол Константинопольдің басты храмы болып есептелген және Ая Софиядан бұрын ең маңызды христиан құрылысы болған. 532 жылы Ника көтеріліс кезінде бұл ғимарат өртеніп, император Юстиниан I оны қайта салдырған және бүгінгі күнге дейін негізгі құрылымы сол кезеңнен сақталған. Ая Ирина бұрын ешқашан мешітке айналмаған, өйткені Константинопольде Османдар шіркеуі қару-жарақ қоймасына айналдырған. Сондықтан оны мешіт етуге қажет бағдары болмаған.